7 жыл отау құрған жолдасым ең жақын құрбыммен бас қосып менен кетіп қалды. Иә, сізбен келісемін. Кінә бір жақтан болмайды. Мен де соңғы кезі өзіме де, жолдасыма да көңіл бөлуден қалдым. Қасыма айлап жақындамай жүрген жолдасым құрбыма ғашық болғанын айтып берейін. Ендеше, қош келдіңіздер. Былтыр Алматыға отбасымен көшіп келдік. Ауылда жұмыс жоқ, күнкөріс қиындап кеткен соң, бұл шешімді қабылдауға мәжбүр болдық. Жақындарымыздың көбі де Алматыға жақын жерде тұратын. Көп ойланбай, азын аулақ малды сатып үйді жалға беріп, 2 ұлымызды жетектеп бізде үлкен қалаға бет алдық. Алматы бізді асықпай қарсы алған жоқ. Алғашқы айлар жалдамалы пәтер, қарбалас тіршілік бітпейтін уайыммен өтті. Мен банкте менеджер болып орналастым. Таңнан кешке дейін клиент, жоспар, есеп. Жолдасым құрылысқа кірді. Оның да жұмысы ауыр, кейде кешке шаршап, үнсіз келетін. Бір кезде екеуміз бір-бірімізге бөтен адамдар сияқты болып бара жатқанымызды аңғармай да қалдық. Соңғы жарты жылда арамыз қатты суыды. Айнаға қарауға уақыт таппадым, өзімді ұмытып кеттім. Үй, жұмыс, балалар бәрі мойнымда сияқты көрінді. Ал оның жан дүниесінде не болып жатқанын сұрауға да зауқым соқпады. Жолдасым бірнеше рет ескерту жасады. Өзіңе қарасаңшы. Бұрынғыдай күліп жүрмейсің, өзіңе де қарамайсың, қайда жайылып баратсың. Деп ренжитін. Мен болсам шаршағанымды сылтау етіп ашумен жауап қайтаратымын. Кейде ауыр сөз айтып та жібердім. Сол сөздердің әрқайсысы арадағы көпірді біртіндеп қиратып жатқанын кеш түсіндім. Сол кездері менің универде бірге оқыған, сырлас ең жақын құрбым жиі хабарласатын. Қалай жұмысын қалай деп сыр тартып қолдау көрсеткендей болатын. Мен оған бәрін айтып жүрдім. Үйдегі ұрыс-керіс, күйеуімнің салқындығы, ішімдегі реніш бәрі соның құлағында қалды. Ол тыңдайтын, жұбататын. Ал мен соны достық деп ойладым. Бір күні жолдасымның маған бұрынғыдай қарамайтынын ғана емес, көзінен кінә мен екіұдай сезімді байқадым. Сол күннен бастап жүрегімде бір жаман сезім ұялады. Бірақ ең ауыр соққы алда тұрғанын ол кезде білмедім. Құрбым тұрмыста болған, ажырасқан келіншек. Баласы жоқ. Өзін күтіп қалған сұлу келіншек. Құрбым бізге туған күн, той-топыр, мейрамдарда келетін. Өзі сондай пысық сөйлеп қалған қылықты бикеш. Алматыға көшіп келгелі өте жиі көрісіп кеттік. Мен оған біздің үйдің кілтінің дубликатында жасап беріп қойдым. Мен үлгермей жүргенде үйдің тірлігіне қолы бос кезде көмектесіп жүрді. Бір күні үйге ерте келгенімде мен шокта болдым. Есікті ашып кірейін деп кілтімді салғанымда ар жағында кілт кедергі болды. Есікті ұзақ қақтым. Ашып болмады. Бұл уақытта жолдасымда жұмыста болатын еді. Жарты сағат өткеннен кейін іштен есік ашылды. Құрбым сасқалақтап қобалжып алдымнан шықты. Дастан, сен жұмыстан ерте келгенбісің? Айтпадың ғой. Деп таң қалдым. Мен бұл сәтте жаман ойлағым келмеді, бірақ көрген көрінісім мені ойлауға мәжбүр етті. Біздің бөлмедегі жинап кеткен кереует шашылып жатты. Өзімді ұстадым. Ешкімге артық сұрақ қоймадым. Жай ғана газға шай қойдым. Құрбым асығып үйіне кетіп қалды. Жолдасым жуынып тамағын ішіп ұйықтап қалды. Осы уақытқа дейін ешқашан жолдасымның телефонын ақтарған емеспін. Осы жолы қарадым. Паролін білетінмін. Түнде тұрып WhatsApp-ын аштым, ештеме жоқ. Instagram-ын аштым, дымда жоқ. Telegram-ын ашып көргем. Аяқ қолым қалтырап көзімнен жас тоқтамай ақты. Сатқындар қасымда жүрген екен. Дастан, сенің иісін, сенің маған сыйлаған тәтті дәрумендерін әлі жадымда. Тоймай қалдым. Деп неше түрлісін жазған. Ары қарай оқымадым. Ашумен неше түрлі ойлар келді. Бірақ барлығына өзім кінәлімін бе деп те күмәндана бастадым. Арада 2 күн өткеннен кейін құрбыма да, жолдасыма да барлығын білетінімді жарияладым. Жолдасым мені кешірім сұрап тоқтататын болар деп ойлаған. Алайда ол құрбыма кетті. Соңғы айтқан сөзі, сен екемізді сақтай алмадың. Қош бол деді. Я, бұл бір сынақ болар. Менің жар таңдаудағы қателігім немесе өзіме қарамай, толысып сүйкімсіз болып кеткенім болар.